Балалар, математикада есептерді жылдам әрі ауызша шығаруды үйрену үшін сендер мына сандардың құрамын жақсылап жаттап алуларың керек. Ең алдымен, 2 деген қандай сандардың қосындысы? 1 мен 1-дің қосындысы, иә? Ал 3 деген қандай сандардың қосындысы? 1 мен 2-ның қосындысы, 2 мен 1-дің қосындысы. Ал 4 санының құрамын айтайық. 1 мен 3-ті қоссақ 4 болады. 2 мен 2-ні қоссақ 4 болады. 3 пен 1-ді қоссақ 4 болады. Енді 5 санының құрамын айтайық. 1 мен 4-ті қоссақ 5 болады. 2 мен 3-ті қосамыз. 3 пен 2-ні қосамыз. Және 4 пен 1-ді қосамыз. Мына жерде балалар қарасаңдар, мына екеуі қайталанып келіп отыр. 2 мен 3, 3 пен 2, 1 мен 4, 4 пен 1 деген сияқты. Орындарын ауыстырғанмен бұл жерде қосындының мәні өзгермейді екен. 6 санының құрамын айтайық. 1 мен 5-ті қоссақ 6 болады. 2 мен 4-ті қосамыз. 3 пен 3-ті қосамыз. Ары қарай есеп қайталанады. 4 пен 2-ні қосамыз. 5 пен 1-ді қоссақ 6 болады. Енді 7 санының құрамын айтайық. 1 мен 6-ны қоссақ 7 болады. 2 мен 5-ті қосамыз. 3 пен 4-ті қосамыз. Ары қарай уже қайталанады. Қараңдар, 4 пен 3-ті қосамыз керісінше. 5 пен 2-ні қосамыз. 6 мен 1-ді қоссақ 7 болады. Енді 8 санының құрамын жазамыз. 1 мен 7-ні қосамыз, 8 болады. 2 мен 6-ны қосамыз. 3 пен 5-ті қосамыз. 4 пен 4-ті қосамыз. Ары қарай кері процесс жүреді, қараңыздар. 5 пен 3-ті қоссақ 8 болады. 6 мен 2-ні қосамыз. 7 мен 1-ді қоссақ 8 болады. Енді 9 санының құрамын жазамын. 1 мен 8-ді қоссақ 9 болады. 2 мен 7-ні қосамыз. 3 пен 6-ны қосамыз. 4 пен 5-ті қосамыз. Ары қарай кері процесс. 5 пен 4-ті қоссақ 9. 6 мен 3-ті қосамыз. 7 мен 2-ні қосамыз. 8 пен 1-ді қоссақ 9 болады. Енді 10 санының құрамын жазамын. 1 мен 9-ды қоссақ 10 болады. 2 мен 8-ді қосамыз. 3 пен 7-ні қосамыз. 4 пен 6-ны қосамыз. 5 пен 5-ті қоссақ 10 болады. 6 мен 4-ті қосамыз. 7 мен 3-ті қоссақ 10 болады. 8 пен 2-ні қосамыз. Және 9 пен 1-ді қоссақ 10 болады. Балалар, осы сандардың құрамын жақсылап жаттап алсаңдар, алдағы тақырыптарда 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды қосқан кезде сендер оңай әрі жылдам қосатын боласыңдар.